Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Қандай тағам, қандай дәруменді береді? Пайдалы заттары көп азық-түліктің тізімін ұсынамын. Цитрустар. Барлық адамға белгілі С дәрумені осы жемістерде кең таралған. Әсіресе лимон ағза үшін өте керек. Саңырауқұлақтар. Құрамында селеннің қоры өте көп. Селен тыныс алу жолдарының қабынуын жоюға көмектеседі. Өрік. Жүрекке керекті. Олардың құрамында калий көп. Жүректің жұмысын жақсартып, қан тамырларды мықты етеді. Мейіз. Жүзімнен гөрі пайдалырақ. Ол С дәруменіне темір, калий, натрий мен магнийге бай. Бос радикалдарды жоюға көмектеседі. Маңызды деген мүшелердің жұмысын жақсартады. Бүйрек, асқазан, бауырдың. Кепкен қара өрік. Сирек кездесетін К мен Р дәрумендері бар. Олар қан тамырларды мықты етіп, көз жанарының тор қабығын қалыңдатады. Көз жасының сапасын жақсартады. Тәбетті ашады, балаға да пайдалы. Бал. Дәруменнің қайнар бұлағы. Глюкоза, фруктоза, сахароза, Б, Е, К, С топтардың дәрумендеріне, фолий қышқылына бай. Араның микроэлементінің көптігімен де бал ерекше, бірақ ол өте қою. Таза күйінде көп жеуден абай болу керек. Балаға тек 3 жастан бастап беруге болады. Грек жаңғағы. Май қышқылдары мен амин қышқылдарына бай. Иммунитет үшін кез келген жаңғақтар құрамындағы калий, фтор, йод мырышымен маңызды. Шемішке. Табиғи өсімдік нәруызы. Көптеген микроэлементтері бар, бірақ қуырылған соң пайдалы заттарын жоғалтады. Артық майлылығы салдарынан зиянды бола бастайды. Сарымсақты көбіне тұмауға ғана қарсы пайдаланамыз. Оның құрамында өзгеше фермент бар. Ол вирустармен күреседі. Асқазанға көмегі мол. Бірақ көктемде былтырғы сарымсақтың ферменті аса белсенді болмай қалады. Осы тағамдарды әртүрлі рецептке қосып көрейік. Төменде көрсетілген азықтарды бірдей көлемде алып қосамыз. Кепкен өрік, құрма, қара өрік, мейіз, жанжабіл, грек жаңғағы немесе басқа жаңғақ, қара шоколад, бір лимонның шырыны. Дайындау тәсілі: барлық кептірілген азықтарды жуып, тазалап алады. 10-15 минутқа қайнаған суға бұқтырып қояды. Сосын майлықпен кептіріп алады. Кепкенін жаңғақпен бірге ет тартқыштан өткізеді. Шыққан ботқаны бірдей қылып домалақтаймыз. Шоколадты бу моншасына ертеміз. Әрбір домалақты соған матырып аламыз. Тақтайға салып кептіреміз. Суытамыз, сосын тоңазытқышқа салып тастаймыз. Кәмпиттердің сыртын вафли қиқымымен де әрлеуге болады. Ақпарат ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.